Бақош, братан. Бақош, братан. Не болды? Районға балдар түс. Қош. Түс. Заттар жина. Не заттар? Үйдегі заттар. Жайша ма? Қашамыз, көшеміз болды. Шаршадым мен. Райондағы Бақош, братан. О, девушка, мамаңызға күйеу керек емес па? Күйеу? Папаш болып бірім нормально. Оу, жүш анамен сөйлессе. Қай жылғысың, бірәшкесін? 2000 жыл. 2000 жылдар районды араладық қой біз. Өзің қай жылысың ба? 98. Арамыз 2 жас екен, қайтып аралап жүр. Мамаш коляскамен қыдыртатын ғой, алайым. Жұмыс істемейтін досыңның сылтаулары. Брат, жұмыс істейсің ба? Құр жүрсің ғой үйде. Мен просто біреуге жұмыс істемеймін да, өз-өзіме жұмыс істеп үйреніп қалғанмын да, мотивационный роликтер көріп солай. Брат, или интернетке работа деп жазшы, жұмыс деген жетіп артады. Просто работа деген сөз раб деген сөзден шыққан да ше, раб деген құл дегенді білдіреді. Или ше бір күшті зарплатасы бар жұмыс бар, соны істейсің ба? Мен андай айлыққа қарап отыра алмаймын да ше. Бір айлықты күтіп, ондай істей алмаймын мен, брат. Сонда не жұмыс істеген келеді сен? Өз-өзіңе жұмыс деген кайф қой. Әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ, өзің баста айгүл кофе деп қойып. Сонда сен зарплатаң қанша болу керек, сонда айлық табысың? Мен расходтарым бәрі толық жабылу үшін кем дегенде миллион болу керек қой. Даже миллионның өзі аздық етеді негізі. 1,5-2 миллион шетелге шығатын анау ит алсам ба деп жүрмін, короче, собачий корм. Вечный айтылатын өтіріктер ғой. Жеге, күніге үй тап-таза отырайық ше. Тура осылай. Күніге тап-таза отыр. Брат, жатып отырсың ба не уже? Ертеңнен бастап ерте тұрамын мен, брат, күніге ше болды. Ұйқым тұра алмаймын мен. Азанмен қайда кетіп барасың? Жүгіруге, брат, күніге жүгіріп тұрамын мен ше. Көктем басталды ғой, дене шығарып ертең бассейнге зың барасың. Жүгіресің өмірсіңдер? Жоқ. Брат, темегін қоямын деген мына соңғы үштік қой, брат, соңғысы бүгін ше. Осыны жеген болды, қоямын темегін, конкретно. Брат, 10 мың теңге берші, еркешті ертең қайтарам. Түсет ертең айлық түсет, еркешті қайтарам, брат. Өтірік емес мынау кәдімгі, шын әңгіме. Жоқ қой. Жылдан бастап елімізге 100 мың сары машина кіргіземіз. Нет ничего невозможно деген сияқты. Халықтың удостоверениесінде мөлшер жасы көрінбейді, оның орнына шүкір нормаль жастамын деп қойсақ. Қалай? Биылдан бастап жастарға көбірек көңіл бөлсек па деп отырмыз енді өзіміз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы жылы мектеп формасын осындай капюшоны бар спортшиклерге ауыстырсақ па деп ойлап отырмын. Пенсияны көтерсек деген жақсы бір ой келіп тұр маған. Сенің депутат досың депутат болып кеткенсің ғой, короче. Мектепте оқушылар сыртта төбелесіп жүреді. Не үшін олар сыртта төбелеседі? Одан да оларға октагон салып берейік, соның ішінде төбелессін. Алматыдағы метроларды ұзартсақ, сосын ішіне неше түрлі цвет беріп, андай креативно жасасақ деп ойлаймын. Мен өзім Моля Жанды құттықтап отырмын. Дұрыс айтып отқан сияқты.